Сосын баяғы жылқышы Қайролла деген бір кісі болып кетті осы. Соның балдары бар деген деймін. Иә, бар. Баяғының баздары. Халық ана тоқал заманында көшті ғой. Бұл жақта свет бәрі жоқ болды. 95-ші жылдар сол жаппай көшу басталды ғой. Қалаға көшу. Қаяқтан енді күнкөріс қаяқта жақсы соған. Малың өтпейді. Соған амал жоқ көшкен жерлер ғой. Қос жіберген әкімді. Ауылдарды. Жылқыны Қаңғыт жіберген. Мынау Қайрақты деген совхоз 1965 жылы осы жерде совхоз ашылды жаңадан. Сол совхоз ашылғаннан кейін бүкіл ағайын тума, кілең тумалар ата қоныс деп осы жерге көшіп кетті. Сол ата қоныстан нетіп 30 жыл осы жерде тұрып, сол аталарымыз, ағаларымыз қорымда қалды. Жеңгелеріміз қаншама қорым 30 жыл қазір енді осы жерде менің әкем жатыр. Патқола деген сал, міне қорымы 4 тұрсам, кезінде Қарабұтақ ауданы мен Ырғыз ауданының палуандары күрескенде Ырғыздың Шөмекей Тәуіптің Нұртата деген салды жеңген палуан менің әкем. Енді қазір ел жылда ел жаңа деген одан берді қанша уақыт өтті. Балапан басына, Тұрымтай тұсына қалқоз тақпа жабылғаннан кейін әркім өзінің күнкөріс бабымен қалаға кетті, далаға кетті. Сонымен мына ата қонысымыздың нелері осы жерде қорым болып қалды. Осы мынау Қайрақ деген сай, осы сайда міне шекара сай дейді бұл жерде. Шекара сайдың мына төмен қарай, Бүгітсайға қарай құлтас сүгіралылар, оңға қарай, төмен қарай ағысына Қайрақтың кілең қыдыралылар. Соның қорымдары, үйлері, мекендері осы жерден 30 шақырым жерде Борыстай деген жер бар, сонда Қалда Марқа деген аталарым жатыр, үйтамы бар сөйде. Осыдан 3 жыл бұрын сөйерге барып ас бердік. Бүкіл ағайын тума нелер жиналып. Сол енді айтатыным. Бесінші маусым 2022 жыл. Аллаға шүкір, бүгін мінекей біздер көптен бері жоспарлап, осыдан 2-3 жыл бұрын келіп, осы Көксу жерінде Ақтөбе облысы Талдық Қайрақты аумағындағы орналасқан Көксу мешітінде тұрмыз. Көксу мешітінің екінші атауы ол Ділмағамбет мешіті деп атайды. Ділмағамбет Ишан 1872 жылы дүниеге келіп, 1932 жылы дүниеден озған аталарымыз осы өңірде Хиуа, Бұхарадан және де осы Түркістанда діни сауаттылығын, жоғары сауаттылығы алып, ахун аталып, осы елімізде діни қызметте болған. Мына тұрған жерімізде жарты үйдің ортасынан жартылай мешіт болған, екінші жағында балалар оқытып, мына діни сауаттылықты арттырған азаматтардың бірі. Аллаға шүкір, еліміздің 30 жылдығының тәуелсіздігіне орай 1993 жылғы елбасының заңына байланысты саяси қуғын сүргінге ұшыраған, сонымен қатар саяси қуғын сүргінге ұшырап, дін басылардың есімдерін ақтау мақсатында осы жұмыс жүріп кеткен болатын. Соған байланысты мінекей біздер біраз туыстары кеше 24 маусым күні 22 жылы Қызылтаң жерінде атамыздың зиратында ас беріп, бүгін мінекей осы игі істі жалғастырып отырмыз.
бүгін 25 маусым күні атамызға белгі қойып, осы арадан құран бағыштап тағзым етіп кетеміз. Ең бастысы мен үлкен алғысымды білдірем. Біріншіден бауырларға мені қолдап, осы арада мінекей осы игі істі жүзеге асырып жатқанымызға Аллаға мыңда бір шүкір. Екіншіден Абдулина Жібек Османғали қызына, үшіншіден Сайынов Дәурен Абайбек ұлына мінекей көптен көп мыңда бір алғыс айтамын. Рахмет. 5 маусым 2022 жыл. Біз міне қазір Көксу елді мекенінде тұрмыз. Себеп мынау ертеректе қуғын-сүргінге ұшыраған аталарымыз қайраткер кезінде осы жерден медресе ашып, шәкірттер тәрбиелеп, осында тұрған. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін Алла өз сәтін салып, одан қалды еліміздің 30 жыл егемендік алғанның арқасында аяғы атам замандағы дін жолында жүрген, қуғында жүрген аталарымыздың ескерткіш орын тауып жатырмыз. Ақтөбе облысының Талдық өңірінде Телес баласы Ділмағамбет атамыз үй салып, ол үйінің бір жағын мешіт қылып, осы арада біраз діни жұмыстарды атқарған. Соны енді біз осыдан 3 жыл бұрын келіп кеттік. Онда да осы жақтағы бір ағаларымыздың арқасында осы тауып, енді ұрпақ ата бабасының зиратына, я болмаса осындай ескерткіштеріне тағзым етпесе, ол не қылған ұрпақ. Осының бәріне себепкер мына Жібек апамыз Османғали қызы, одан қалды Дәурен Абайұлы. Алла еңбектерін жемісін жегсін. Мыңда бір рахмет сіздерге. Енді Қазақстан өз алдына егемендік алғаны міне 30 жыл болды. Бұл жайында біраз адамдар, халық білмейді. Осыны жер бетіне шығарып, жариялау үшін. Одан қалды осы мешіт үкімет тарапынан қорғауға алынды. Соған біз міне бүгін сәт салып, белгі қоюға келіп жатқан жұмысымыз. Balası, Allah'ım, 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 Allah'ım,
жашаған жараған ағайын ауыл тіршілігін берсін. Уа Раббым Аллам, осы қойып жатқан ескерткішіміз Алла тағалам ғасырдан ғасырға жеткізе берсін. Ілес бабамыздың ұрпақтары ата бабасының кім болғанын естерінде сақтай жүрсін. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Ал құтты болсын.